Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаев оқу-ағарту министрі Ғани Бейсембаевты қабылдады. Мемлекет басшысына мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік білім беру салаларын дамыту үшін қабылданып жатқан шаралар жөнінде мәлімет берілді. Қыркүйек айынан бастап мектепке дейінгі білім беру мекемелеріндегі педагогтардың еңбекақысы 30%-ға өседі. Жыл соңына дейін балабақшаларда 81 мың орын ашу жоспарланып отыр. Халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын 98 мың бала тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі. Биыл 1 қыркүйектен бастап 1 және 4 сынып аралығындағы оқушылар толықтай тегін тамақпен қамтамасыз етіледі. Және де техникалық және кәсіптік білім алушы студенттердің 80%-ы тегін оқиды. Қыркүйек айынан бастап олардың шәкіртақысы 50%-ға, ал келесі жылы 100%-ға артады екен. Президент білім мекемелеріндегі тәрбие жұмыстарына ден қоюды және оқушылардың техникалық инженерлік ойлау қабілеттерін арттыру жұмыстарын тапсырды, деді министр Ғани Бейсембаев.